Сәлем достар, қалдарың қалай? Демалыс күндерің қалай өтіп жатыр? Біз түске дейін қызымыз екеуміз далаға шығып, есік алдын тазалап тастайық дедік. Қызымда қасыма отырғызып қойып, жан-жақты сыпыра бастадым. Осы жапырақтар соңғы деп ойлаймын. Алдында ғана сыпырып едім, қайтадан желмен түсіп, шашылып кетіпті. Осылай соңғы жерді сыпырып, тез-тез жапырақтарды жинап жатсам, қызымның ұйқысы келіп, мазасы кетті. Осылай жинап тастағаннан кейін қызымды үйге алып, түскі ұйқысын ұйықтатуға алып кірдім. Қызыммен бірге біраз өзімде ұйықтап кетіппін. Ұлым кіргенде екеуміз қайтадан ояндық. Менімен бірге қызым да оянды. Жаңаға бешкен жеріміз осылай шашылып қалыпты. Одан кейін кіші ұлым ұйықтаймын деді. Ол баланы жатқызып қойып, қызымыз екеуміз қайтадан далаға шықтық. Мен осылай көмірімді тасып, шөптерді салып, кешкіге сиырлар келеді, дайындап қораға кіргізіп қойдым. 3 минутта не айтарынды білмей қалады екенсің. Видеомда әрі кесіп, бері кесіп, әзер қысқартқан түрім осы болды. Қызымды коляскамен ары сүйреп, бері сүйреп, осылай тірлігімді бітіріп алдым. Одан кейін жаңағы жиналған мусорды төгіп алдым. Біз осындай таулы жерде тұрамыз. Одан кейін сиырлардың жемдерін салып, есігін жауып қойдым. Тауықтар кіріп кетеді. Қызымды алып қайтадан үйге кірдік. Отымызды жақтық, пешімізді. Сағат 4 болыпты, ертерек жаға берейін деп. Қызымыз екеуміз бір-бірімізге әрі тұр, бері тұр деп, осылай пешімді жағып алдым. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоға лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.